Ахаңның өзі мысалы қазақ газетінің небір түрлі сылтаулармен патша үкіметі қазақ газетін тоқтатып тастауға күш салды. Сол кезде мынандай бір баптарыменен төлем салады, штраф дейді ғой енді. Соны салады да оны төлей алмайды. Өйткені газет қалт-құлт етіп адамдардың ақшасымен әрең шығып отыр. Сонда ахаң айтады, мұны төлей алмаса, бұны шығарушы жауапты адамы бұны абақтыда отырып өтесе болады. Сондықтан газет тоқтамасын, мен абақтыға отырып келейін дейді. Сөйтіп абақтыда отырады ахаң. Қандай жақтан газет тоқтамасын шығып жатады. Газетте жердің мәселесі, елдің мәселесі, білімнің мәселесі, барлық нәрсе тарайды. 3000-4000 мына Қытайға дейін барады. Мына жақта Өзбекстан, қазір Қырғызстан дейсің, жан жақтағы облыстардың несіне тарайды. Соның барлығын әдірістерін қолмен жазып отырып, жаңағы жан жаққа жібереді. Сөйтіп отырып, ахаң түрмеде болған кезде де, мына жақта Міржақып бар, ахаңды олай түрмеге отырғызып болмайды деп, жаңағындай ел бар, жұрт бар, ақша жинап, ақыры соның жаңағы төлемін төлеп, ахаңды мерзімінен бұрын шығарып алады.